Мындай сызгычтармен мындай картонду кесемиз. Бул лайфхакты мен бери идеалы турумунан көргөм. Міне бул лайфхак. Достар, көрүп турганыңыздай істейді достар. Мына мынча кестим. Келесі бизге мындай бумага парак керек. Және одан сызамыз. Мына екі шетін сызып. Екі шетін бүйтіп сызып. Былай сызып көрсетемін. Мен оны істеп алғанмын әзірге сіздерге көрсету үшін. Екі шетін кесіп істейміз. Сіздерге мынандай лезвие жоқ болса, мынандай бір қайшыдан қолдануға болады. Күте тұрыңыздар. Достар, мына екеуін де кесіп алдым. Бұны бүйтеміз. Бұдан біздің телефон саламыз. Достар, қараңыздар. Бұның ең айтқан бүйтіп зарядке тыға аламыз. Көріп тұрғаныңызды біз зарядке тығып нешке телефон саламыз. Қазір менде телефон жоқ болып тұр. Енді телефонмен видео түсіріп тұрмын. Или телефоным жоқ болып тұр. Достар, келесі лайфхакым сіздерге көрсететін үшінші лайфхакым шашын істеу. Төртінші ма? Шашымды сіздерге. Достар, шашын жинағаннан кейін шашын түбіге жинаймын. Резинка керек. Менің лайфхактарым сіздерге ұнаса, менің каналыма лайк басыңыздар. Подписаться етіңіздер. Ал сіздер түйе алмасаңыздар, осыны сатып алуға кеңес берем. Осындаймен түйе аласыздар. Шашым өте ұзын. Достар, сіздерге көрініп тұрған шығар, мені түйіп алдым. Көргендеріңізде бұл өте күшті түйеді. Келесі лайфхагымды сіздерге көрсететін боламын. Келесі. Мен шашымды үшін түбірек болу керекпін. Қазір бұл болайын. Достар, міне бұл алдым, жартысын аламыз шашымның. Төбесінен жартысын аламыз. Шашымызға келеміз. Сәл шашымды. Оны бірақ сіздерге совет қысқа шаштарға арналған деймін, достар. Достар, шаштарыңыз. Бұл қысқа шаштарға арналған екен, сіздерге бірақ бір көрсетіп жіберейін. Осыны ұшын аласыздар. Шоғаны көрсетейін. Бізге қыстыраш керек. Қыстыр көрсетейін. Ашамын. Екінші қыстыраш. Достар, бұны істеп болғаннан кейін шаштарымызды аламыз да. Бұны қысқа шаштар қыздар бар ма екен? Соған ақыл берем. Соларға бізден де шпилькілерге. Қазір шашым жаман көрініп тұр. Бірақ қысқа шаштарға өте әдемі болады. Шынымды айтамын, лайфхактан көбісі көрген шығар. Бұл соңғы лайфхактарым сіздерге көрсететін.
Бүйтіп істейтіндер бар да. Қараңыздар. Мен просто мен шашыма келмейді. Ренжімейтін шығарсыздар деп үміттенемін. Бұл әшейін лайфхак. Мен бұларды үйде проверять етіп көрмеймін. Достар, мен андай чырбан керек. Мына чырбанмен маған жараса ма екен, андай жараспай ма екен. Достар, бізге мындай мен деп істейміз. Қазір. Достар, мен ысытып келдім. Бүйтіп қоятындар бар, қысқа шаштардікі. Если кекілік қырқпай істеймін десеңіздер, мен сіздерге кеңес беремін. Ал достар, кімге менің каналым қатты ұнады, менің оқырмандарым бар шығар, соларға көптеген сәлем жолдаймын. Достар, сіздер де лайфхак көрсеңіздер, ұнатсаңыздар, өйстіп проверить етсеңіздер болады. Достар, сіздерге бір көрсетіп жүрейін. Жарайды, бәріне сау болыңыздар достар, келесі видеода кездескенше.